Достар, бүгін Алланың көркем есімдерінің бірі Әл-Халим есімін жазатын боламыз. Әл-Халим ұстамды, мейірімді деген мағынаны білдіреді. Және де аса сабырлы, кешірімге жақын, жазалауға асықпайтын деген мағынаны да сипаттайды. Егерде осы есімді күнделікті қайталап жүретін болса, адамдардың бойына мынадай жақсы қасиеттердің пайда болуына көмектеседі. Мысал үшінге, кешіріммен қарауға, асығыс шешім қабылдамауға, адамдардың қателіктерін бірден бетіне баспауға, жұмсақтықпен, мейіріммен қарауға көмектеседі. Достар, давайте бірге жазайық.